70 жылға жуық тарихы бар Алматы технологиялық университетінде бүгінде 11 мыңға жуық студент білім алуда. Теория мен практика екеуін ұштастыра отырып студенттерге білім беретін аталмыш университет түрлі құрал жабдықтармен жабдықталған. Жалпы Алматы технологиялық университетінің тыныс тіршілігімен осы репортажымызда таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырысымен үндеулерінде айтып жатыр. Тапсырысымен негізгі экономиканың дамыту бағытында жасалатын ұсыныстары бар. Бұл негізі ғылым және білім министрлігінің даму тұжырымдамасында бекітілген. Осы бағытта біздің университет жұмыс жасап жатыр. Енді ең алдымен бұл шикізатты өңдеу мәселесі терең көтеріліп жатыр. Негізі біздің университетте қазіргі күнде бұл терең өңдеу және жаңа технологиялар және бағасы жоғары болған өнім шығару технологияларды өндіріске енгізу мәселесі көтеріліп жатыр. Күнделікті дүкеннен сатып алып тұтынып жүрген өнімдердің құрамында қандай қоспалар бар? Олар зиян ба, әлде пайдалы ма? Бұл жайлы қарапайым тұтынушылар біле бермейді. Дәл осы зертханада күнделікті түрлі өнімдердің құрамы тексеріліп, ол жайында мамандар студенттерге үйрету жұмыстарын жүргізіп жатады. Бұл бізде тамақ қауіпсіздігін ғылыми зерттеу институты. Біздің институтымызда бірнеше бөлімшелер бар, бірнеше зертханалар бар. Осы зертханаларда тамақ қауіпсіздігін зерттейміз. Құрамындағы ауыр металдар, пестицидтер, улы микотоксиндер сияқты әртүрлі зиянды заттарды зерттейміз. Сонымен қатар жалпы тағам өнімдерінің шикізаттың құрамындағы тағамның құрамындағы дәрумендер, әртүрлі амин қышқылдары сияқты пайдалы заттарды да анықтаймыз. Тағам қауіпсіздігін ғылыми зерттеу институтында атап айтатын қондырғылардың біреуі бұл капиллярлы электрофорез қондырғысы. Бұл қондырғымен біз тағам өнімдерінің құрамындағы амин қышқылдарының жалпы мөлшерін анықтаймыз. Сонымен қатар суда еритін В тобындағы С дәрумендерін анықтаймыз. Онымен қатар органикалық қышқылдарды анықтаймыз. Біздегі амин қышқылдарын анықтаудың негізгі мақсаты қазіргі таңдағы функционалдық бағытта дайындалып жатқан тағам өнімдерінің қаншалықты пайдалы және де артық қандай заттар кем екенін анықтауға мүмкіндік беретін қондырғының біреуі. Ол завод қазір жұмысты бастап кетті. Тағы бір айтатын әңгіме, бұл мысалы Ақмола облысында сүт өнімі болғанда біраз микроэлементтері қатысты байланысты өсімдік қоспалармен шығарып жатқан құрттар және басқа да сүттен жасалған тағамдарды шығарып жатыр. Ол да жұмысқа қосылып жатыр. Ондай бағана жеке желі қолға салынған. Енді біздің қазір үлкен академиктер сол жерде жұмыс істеп жатыр. Алматы технологиялық университетінде студенттерді жай ғана оқытып қоймайды. Үздіксіз практикада қатар жүреді. Мына біз тұрған зертханада бұл жерде түрлі сүт өнімдерін жасалу технологиясын үйретеді. Айран, сүт, ірімшік, балмұздақ, тағы түрлі сүт өнімдерінің жаңа рецептілерінің технологиясы дайындалады. Алматы облысын айтатын болсақ, бұл жерде мына тритикалимен ион азандау суын қолданып, мына макарон, лапша дейміз,
кеспе дейміз, сондай өнімдерді онда шығара бастады. Бұл өнімдер біраз мына шетелде үлкен-үлкен көрмелерде көрсетіліп, Түркия бар, Қытай елі бар. Соқта ол өнімді қазір кеңінен сатуға дайындалып жатыр. Біздің Алматы технологиялық университетімізде ашту және шарап жасау оқу білім траекториясы бар. Сол траекториямызда Эфес Қазақстан компаниясы спонсорлық көмегімен ашқан осындай керемет цехымыз бар. Бұл цехта біз ғылыми зерттеу жағдайында кішігірім мөлшерлерде сыра, алкогольсіз сусындарды, квас сияқты сусындарды ашытып дайындауды үйренеміз студенттермен бірге. Тағам өнімдер реологиясының сапасын анықтау барысында біз зертханалық құрылғымен, альвеолар құрылғысымен жұмыс істейміз. Құрылым көбінесе оның сапа көрсеткіштерін жақсы айқындап, анықтап бере алады. Мысал ретінде 3 түрлі ұн алынған және 3 түрлі алынған ұндардың сапа көрсеткіштерін дәл осы уақытта, дәл осы факторлармен анықтауға болады. Бұл нан ғылыми орталығында нан, макарон және кондитер технологиясы траекториясы бағыты бойынша студенттердің лабораториялық жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар осы аталған мамандықтың магистранттарының және докторанттарының ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ бұл нан ғылыми орталығы біздің кафедраның жетекші ғалымдарының және жас ғалымдарының зерттеу жұмыстарының нәтижелерін апробациядан өткізуге мүмкіндік бар. Бұл нан ғылыми орталығында өздеріңіз көріп тұрғандай орташа қуаттылықтағы құрал жабдықтардың барлығы қойылған. Атап айтып кететін болсақ, жетілдіргіш шкаф итальяндық маркалы және де ротационды пеш қойылған итальяндық маркалық. Сол сияқты қамыр илегіш машиналардың барлық түрлері кіші қуаттылықтағы, орта қуаттылықтағы қойылған. Сондай-ақ печенье жасау барысындағы барлық құрал жабдықтармен қамтылған. Біріншіден, біздің университет QS рейтингіне кірген, сол қатарында жүр. Дүниежүзінің университеттердің мыңның арасында кіріп тұр. Сондықтан ол үлкен жетістік университетке, абырой. Қоса айтатын болсақ, қазір біздің бағдарламалар, оқу бағдарламалары АСИН агенттігінде өтіп жатыр. Басқа да Еуропа еліндегі агенттіктерден өтіп, сол аккредитациядан өтіп келді. Сондықтан ол қазір біздің дипломдарының таңбасы бекітіліп тұр. АСИН өткен аккредитациялық мамандық деп. Ол тағы бір бағыт. Екінші айтатын бұл енді қазір кеңінен тарап жатқан университеттердің арасында бізде де бар. Бұл қос диплом беру. Қос диплом беру бұл Дрезден университеті, Дрезден техникалық университеті және Шанхайдағы дизайн бағытындағы университет. Сосын Швейцариядағы HDMI институты бұл айтқандай ресторандық бизнеске
қонақ үй жұмысына байланысты, туризмге байланысты бағытта қос диплом беретін мүмкіндігіміз болып жатыр. Енді біздің ректорымыз Талғат Құралбекович өзінің тапсырмасы, тікелей тапсырмасымен, ұсынысымен біздің университетте бірнеше цифрлық технологияларға, қосанды интеллектке байланысты лабораториялар ашылды. Бұл Apple орталығы, бұл Huawei орталығы, Cisco орталығы ашылып, осы үш бағытта қазір терең осы компаниялармен жұмыс жасалып жатыр. Біздің жалпы академиямыз жалпы интернетте қолданылатын құрылғыларды өндіреді. Яғни осы құрылғыларды өндіріп қана қоймай, ол құрылғыларды меңгеруге оқытуға арналған арнайы платформалар бар. Ол платформа бізде Нетекат платформа деп аталады. Ол нақты 4 бағытта жұмыс жасайды: нетворкинг, желілер және киберқауіпсіздік, программалау тілдері, сондай-ақ жасанды интеллект. Біз бұл жерде әлемдік жаһанды өзіне қаратқан қытайлық алпауыт компаниялардың құрылғыларымен жұмыс жасаймыз. Жалпы Huawei компаниясы 1987 жылы қаланды. Huawei компаниясының 110 елде 3000-ға жуық өзінің академиялары бар. Соның бірі Қазақстан. Қазіргі таңда Қазақстанда 48-ге жуық академиясы бар. Және де біздің академия, дәл бүгінгі таңда академиямызға 12.000-нан аса студент тіркелген. Алматы технологиялық университетінің базасында роботтар және робототехникалық жүйелер, өнеркәсіптік роботтар білім беру бағдарламалары жүзеге асырылады. Бұл білім беру бағдарламалары роботтарды модельдеуге, басқаруға, бағдарламалауға және құрастыруға үйретеді. Қазіргі таңда университеттің базасында өнеркәсіптік роботтарды модельдеу бойынша және де құрастыру бойынша арнайы зертханалар қарастырылған. Зертхана барысында студенттер виртуалды білім беру бағдарламаларының негізінде роботтардың 3D үлгісін әзірлеп, 3D принтерде бөлшектерін шығара алады. Информационный технология дейміз ғой, информациялық технологияға қатысты айтатын болсақ, қазіргі күнде мына агро өнеркәсіптік комплекске үлкен жоба дайындалып жатыр. Бұл осы агро өнеркәсіптік комплекске платформа жасау. Бүкіл Қазақстанды қамтитын платформа. Біздің ғалымдарымыздың ондай мүмкіндігі бар. Неге дегенде бізде IT мамандары да бар. Және өндіріске, тағам өндіріске қатысты мамандар бар. Соның барлығына қазір жұмыс жасап жатырмыз. Біздің экономика факультетінде логистер бар. Логистика мәселесі ол да күрделі мәселе. Сондықтан осы үш бағытты біріктіріп, осы платформаны шығаруға мүмкіндік жасап жатырмыз.